Бүгін Достық үйінің концерттік залы өзге ұлттар емес. Бірнеше жылдар бұрын шет елдерден Екібастұзға қоныс аударған қандас бауырлар мен ішкі көшпен келген ағайындарға толды. Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы республикалық қоғамдық бірлестігі Отандастар қорының Павлодар облыстық филиалының басшысы Болат Зауытұлының жетекшілігімен өткен бұл жиын облыс әкімінің жоспарлы түрдегі тапсырмасы аясында ұйымдастырылып отыр. Біздің іс-сапар аясында біз шетелден көшіп келген этникалық қазақтар, оңтүстіктен қоныс аударған қоныстанушыларға жыл сайын әкімнің арнайы бекітілген кестесі бойынша түсіндіру, ақыл кеңес әдістемелік жұмыстарын жүру уақытында келеміз. Осы уақытта бүгін Екібастұз қаласы, одан Бейет ауылы, Солнечный, Атқай, тағы басқа ауылдарға барып келген қандастармен, тұрғындармен кездесеміз. Сонымен қатар жеке қоғамдық қабылдау жүргізіп, осы жұмыстың нәтижесін облыс әкіміне баяндайтын боламыз. Келелі кездесу барысында Болат Зауытұлы ата қонысқа келген жұртшылыққа маңызды саналатын Қазақстан азаматтығын алу барысындағы бастапқы міндеттерге егжей-тегжейлі тоқталып өтті. Одан бөлек республиканың еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мен облыс әкімдігі тарапынан этникалық қазақтарға берілетін квоталар жайлы ақпар беріп өтті. Айта кетейік, биыл бұндай квоталардың саны тек қана Павлодар облысына көшіп келген қандастар үшін 1056 болса, ал оңтүстік өңірлерден қоныстанушылар үшін 3000-нан астам квота бөлініп отыр. Бүгін міне мамыр айының алғашқы күндері этникалық қазақтардың 300-ге жуық адамын оңтүстіктен қоныс аударған адамдарды квотаға кіргізіп жатырмыз. Олар түгелдей мемлекет тарапынан көзделген қаражатты осы алдыңғы маусым айында алуға жоспарланып отыр. Соның ішінде Екібастұз қаласында 220-ға жуық этникалық қазақтарға квота бөлінген. Бүгінгі таңда 60-тай адамы квотаға, өңірлік квотаға еніп отыр. Арман қарайда қабылдау жалғасатын болады. Жыл соңына дейін осы квота белгіленген квота толығымен игеріледі деген үмітіміз зор. Қазіргі жағдайда көшіп келгендер бұрынғыдай емес, барлық құжаттарын өздері онлайн интернет жүйесі арқылы өздері тапсырып, қандас мәртебесін алады. Одан кейін өңірлік квотаға да өздері migration.еңбек.kz платформа арқылы құжаттарын тапсырады. Сонымен қатар квотаға кірген қандастарымыздың өзі мемлекет тарапынан берілетін ақша қаражатқа сол онлайн форматта жаңағы migration.еңбек.kz платформа арқылы тапсырып қол жеткізетін болады. Сонымен қатар келген қандастарымыздың барлығы дерлік жұмыс орындары ұсынылады. Қайтадан оқытуға оқып мамандық игеруге көмек болады. Басқа да әлеуметтік жағдайлар мемлекет тарапынан толыққан жасалған. Былтыр 100%-ға игеріліп, осының бәрі орындалған болады. Айта кетейік, 1991 жылы Монғолия елінен қазақ жеріне ұлы көшті бастап келген Болат Зауытұлы Павлодар өңірінде бүгінде көші-қон саласына елеулі үлес қосып жүрген және өзі сияқты қандас бауырларға қол ұшын тигізу жолында аянбай еңбек етіп келе жатқан қоғам қайраткері. Бүгінде елім ата қонысым деп шекара асып оралған бауырластарға үкімет тарапынан қолдау мол екенін де жасырмады. Сондықтан бастапқыда орын алатын құжаттық және жұмыс мәселесіне сабырмен қарауға шақырды. Себебі уақыт өте бұл проблемалардың бәрі тек жақсы жағынан шешіліп, азаматтық мәртебесін алған соң толыққанды жайлы жағдайда тиісті деңгейде қолдау табатынын жұмыс тәжірибем көрсетті деп сендірді құрметті мейман. Бірден елге келгеннен кейін ең алғашында еркелеп келеді. Бәрімізде де басымызда болды. Мен елге келіп жатырмын, ел шақырғаннан кейін келдім деп келеді. Одан біраздан кейін өз сабасына түседі. Одан кейін қасындағы адамдар қарайды, бейімделеді. Жаңа ортаға былай айтқанда бейімделіп тез үйренісіп кетуді ойлайды. Көптеген адамдарды енді өзім жан айқайында естідім, қуанышында естідім, өзім талай көшті ұйымдастырып әкелдім. Дүние мүлкімен көшіріп әкелген осы Екібастұзға. Ең соңында 2019 жылда Монғолиядан 13 отбасын көшіріп әкелдім мәдерге. 13 отбасын көшіріп әкеліп, мына жерде әкімшілікпен келісіп, Степеной деген совхоздарымыз бар. Марғұлан емес пе? Степеной, Марғұлан, қазір Әлке Марғұлан атындағы совхозға 7 отбасын көп балалы болды, келеді. 6 бала, 5 бала, 6. Соларды орналастырған 3-4 семейсін осы Солнечный жердегі қалаға орналастырған боламыз. Қазір бәріне мемлекет тарапынан әлеуметтік үйлер берілді. Бәрі балаларын оқытып жатыр. Солардың балалар уже университетке түсіп келіп, аға рахмет, сіз бізді көшіріп алғаныңызға. Біз әйтпесе жүргенде біз жүрушек сол Монғолияда деп.
Құрметті қонаққа жиналғандар ішінен сауалын қойып, алғысын айтқысы келетін жандар да табылды. Мәселелер де сол арада жекелей түрде кеңес алу тәртібімен шешіліп жатты. Біздер Өзбекстан Республикасынан көшіп келдік. Алдын 23-те ұлым көшіп келді, 24-те өзіміз келдік. Жақсы жайғастық, рахмет. Мансап орталығында бірінші Айгүл болды, одан кейін Қарлығаш болды. Барлығы бізге көмегін берді. Үкімет жағынан берілген барлық көмекті алдық. Жұмысқа жайғасты, ұлым да, жолдасым, өзім бәріміз. Рахмет сіздерге. Сарыағаш ауданы Дербісек елді мекенінің тұрғынымын, Қазақстан азаматшасымын. 2016-да Өзбекстан еліне тұрмысқа шықтым. Сол жерде күйеуіммен, балаларыммен 9 жыл сол жерде тұрмыста болдық. Сосын есің барда еліңді тап демекші, осы бағдарлама бойынша келдік. Күйеуіммен, балаларыма қазіргі таңда азаматтықтары бар, жақында алдық. Квоталарымызды да барлығын уақытылы алдық. Қазіргі таңда күйеуім жұмыс жасайды. Өзіміздің қазақ еліміз өте жақсы. Бізге көптеген мүмкіндіктер жаратып жатыр. Осы нәрседен тиімді пайдаланыңыздар. Алла қаласа, осы қазақ еліне өзіміздің пайдамыз тимесе де, балаларымыздың пайдасы тиетіндей бір күшті азаматтар мен азаматшаларды өсіріп, елімізге, халқымызға үлесімізді қоса берейік, пайдамызды тигізейік. Айта кетейік, қандастар мен қоныс аударушы қауымның қажетті құжаттарын реттеп, әлеуметтік жағдайын оңтайландыру жолында Екібастұз қаласының Мансап орталығы филиалының көші-қон саласына жауапты мамандары тиісті кеңес беріп заңдастырады. Олардың берген мәліметіне жүгінсек, өткен жылы 54 отбасы, яғни 238 қандасымыз елге оралып, Екібастұзға қоныстанды. Ерікті түрде еліміздің оңтүстік аймақтарынан бас-аяғы 86 отбасы кенді шаһарға тұрғылықты жерлерін ауыстырған. Биылғы жоспарда аз емес. Қандастарды қабылдау квотасына 163 адам қабылдаймыз деген жоспар бар. Оңтүстіктен ерікті қоныс аударушылардың арасынан 253 адам қабылдаймыз деген жоспарда бар. Оның ішінде қандастар осы күнге, бүгінгі күнге 24 отбасы, 114 адам квотадан өтіп тұр уже. Мемлекеттен берілетін жәрдемақылар ол адам басына көшуін шығыны 275.240 теңге төленеді. Егер де пәтер жалдап тұратын болса, жалғыз басты адамдарға 20 айлық есепті көрсеткіш, ол дегеніміз 78.640 теңге. Егер 2 адамнан 4 адамға дейін болса, отбасы мүшесінде, онда 25 айлық есептік көрсеткіш, ол теңгемен санағанда 98.300 теңге бөлінеді. Егер 5 адамнан жоғары болса, отбасы мүшесі, онда айына 117.960 теңге бөлінеді. Сонымен қатар пәтер сатып алуға экономикалық ұтқырлық сертификаты бөлінеді. Ол 1160 айлық есептік көрсеткіш. Теңгемен айтқанымызда 4.561.120 теңге бөлінеді. Осындай жәрдемақылар беріледі үкімет тарапынан. Осылайша жиын соңы ортамызды толтырған қандас бауырларды қоғамдық жұмыстарға тартып, олардың бос уақыттарын белсенді ұйымдастыру жағын назарға алуды жолға қоюмен мәресіне жетті. Себебі жерім деген бауырластардың жатсынбай өмір сүруі баршамыздың бірлігіміздің алғы шарты.